Ассалаумағалейкум барша дірімлігі сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп, бізді барынша қолдап жіберсеңіздер керемет болар еді достар. Кешегі видеода өтінішімді қабылдап, 100-ден аса лайк жинап тастаған екенсіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Енді уәделескендей бүгін тағы да видео шығарып отырмын. Енді достар, 150 лайк санын жинап тастаңыздар осы видеодан кейін. Келесі сенбіге дейін сіздермен келісіп алайық. Мен әр аптаның сенбі жексенбі күндері видео шығаруға тырысатын боламын достар, уақытым болса. Сол себепті келесі сенбіге дейін 150 лайк санын жинап тастайық. Кішкене мотивация дегендей қолдау көрсетсеңіздер, мен түсіретін боламын. Ал енді бүгін Бразилия аккаунтымдағы соңғы видео дейін ба, енді білмеймін, о жағын. Ары қарай жалғасын тауып қалуы да мүмкін. Енді бұл видеоны дайындауға 1,5 ай уақытым кетті. 2 айға таяу ма, нақты білмеймін енді. Көп уақытым кетті бұл видеоны түсіруге, дайындауға. Енді сол еңбегімді бағалап, соңына дейін көріп, лайкты басып, қолдап жүріңіздер енді. Көп созбай бастайын, сіздерге сәтті көрім тілеймін. Кеттік достар.
When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you tell me you love, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'll fight it. 2000 years later. Әзірге осындай состав міне достар. Винисиус 91 рейтинг, енді оның 94-ін алуға желание болмады қайттан дамытуға. Енді алдағы уақытта дамыта жатармыз. Казимиро 92 рейтинг, бұның да рейтинг көтеріліп кетті. Неймардың да рейтинг көтеріліп кетті. Енді бұл жерде Неймарда пас пен контроль мяча 100 қылуға болушы еді. Енді бәрі отборға кетіп қалды, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, видеода көргендеріңіздей. Бәрі соған кете берді. Жолымыз болмады бұл жолы. Одан кейін Джесус, ең мықты ойыншылардың бірі құрамдағы. Одан кейін Пакета, негізі бұл позицияда көбінесе Родриго, Рафиня, содан кейін Антонилар ойнайды негізі. Енді Пакета левша болғаннан кейін, сол аяқ болғаннан кейін, сол қай болғаннан кейін қоқ қойдым бұл позицияға. Жақсы ойнайды жалпы. Негізі жартылай қорғаушы ғой бұл. Одан кейін Фабиньоның рейтингі түсіп қалды. Сонда да жақсы дамыды деген ойдамын. Енді олд карточка болып қалды бұл. Одан кейін Александро, Тиаго Сильва, Маркиньостың да рейтингі көтеріліп кетті негізі. 92-ге бір рейтингтің ары берісі жоқ шығар деген ойдамын. Одан кейін барып Милитао,
Бұнда рейтингі 1 рейтингқа көтерілді. Одан кейін Роберто Фирмино. Енді маған Эдерсонды алу керек, сосын Нетоны алсам болады, Борнмуттың қақпашысы. Енді футбол көріп жүрген жандар білет деген ойдамын. Бұрын Барселонада ойнады, Валенсияда ойнады, ол қақпаш. Жақсы қақпаш, 72 рейтингтағы. Енді сонымен Эдерсонды алсам, қақпа жағы енді мәселе болмайды-ау деген ойдамын. Енді одан кейін барып, енді қорғаушыларда, жартылай қорғаушыларда өте көп Бразилия ұлттық құрамасында бір позицияның өзінде 2-3-тен бар. Мысалы, оң жақ қапталдағы шабуылшы, яғни Пакетаның орнына бір позицияның өзіне Антони, Родриго, Рафиня сынды 3 мықты ойыншы бар. Одан кейін центр нап, яғни форвардқа Фирмино, Джесус и Ришарлисон бар тағы да. Енді ұмытып жатқан шығармын, басқа айтпай кеткен ойыншыларым болса жазып кетіңіздер комментарийға, өте көп енді. Казимироның орнына кімді алуға болады? Мысалы, Фред бар. Енді басқа ойыншылар өте көп, достар. Гимарайнш бар, неде ойнап жүрген? Кристал Пэлас несі құрсын? Ньюкаслда ойнап жүрген. Енді жалпы ойыншылар өте көп. Мына жерге Алекс Телесті алуға болады. Мына жерге Бремерді алуға болады, Ювентустағы. Одан кейін тағы басқа енді ойыншылар өте көп, 75-76 рейтингтағы мықты ойыншылар бар енді. Оны ары қарай өзіме байланысты енді Виллианды алғым келеді тағы да. Қазір Фулхэмде ойнап жүр ғой. Бұрын легенда болды ғой, енді соны алғым келеді, өзіме ұнайтын ойыншылардың бірі еді. Жалпы енді ойыншылар өте көп, алатын, оның бәріне уақыт керек болып тұр ойнайтын. Міне мына жерде Эдерсон шығып тұр. Өкінішке орай менде алатын қазір монета жоқ, жетпейді енді. Тағы бір сәті түскенде сатып алармын деген ойдамын. Жалпы енді осы, достар, нақты қанша уақыт кеткен білмеймін, 2,5 ай уақыт па, 3 айдай уақыт кетті ғой деймін осыны дамытуға. Енді рубриканы басынан бастап қолдағандарыңызға көп рахмет, достар. Жақсы қолдадыңыздар, лайкпен болсын, просмотрмен болсын, комментариймен болсын. Жақсы қолдадыңыздар, енді жақсы дамыды деген ойдамын. Сіздерге енді осындай видеолар ұнаса, қолдап отырыңыздар, достар. Қазақша контентті қолдаңыздар, қазақша дамытуға тырысатын боламын барынша енді YouTube-те енді Dream League-ны. Осы міне, достар, енді қолдауларыңызға көп рахмет. Енді алдағы уақытта жалғастыратын болсам, жалғастырып жатармын, басқа ойыншыларды алып дамытып. Енді сол, достар, келесі сенбіге дейін 150 лайк санын жинап тастайық. Келесі сенбіде жаңа аккаунтымдағы керемет рубрикалар болып жатыр. Соларды шығаратын боламын. Енді қолдап отырсаңыздар, мотивация беріп отырсаңыздар, жаңа видеоға болды. Басқа ештеңе сұрамаймын сіздерден, достар. Тек лайкпен, комментариймен қолдап отырсаңыздар болды. Жалғастыр, брат, давай, от души. Видеоларын топ деп қолдап жүрсеңіздер, мен мотивация алып, ары қарай түсіре беретін боламын. Қолдауларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жеңісті күндерде жолға берейік, достар. Сау болыңыздар.